Сәлеметсіздер ме? Пішіні геометриялық денеге жақын заттардан құралған натюрморт емтихандық жұмысымызды келесі кезеңін бастаймыз. Бұл біздерде 5-ші сабақ. Заттардың өңдерін айқындадық, негізгі реңдерін көрсеттік. Әрі қарата заттардың ауқымды көлемін, ерекшеліктерін, жарықтың әсерлігін және алдыңғы қатардың шығыңқы бөліктерін белгілейтін боламыз. Штрихтауды жалғастырып, меншікті көлеңкені кейде рефлекстің, бұл шынаяқтан құмыраға түскен табанына, құмыраның табанына түскен мына жерден көруге болады. Бұл шынаяқтың арғы қабырғасынан құмыраның табан бөлігіне түскен рефлексті көрсету үшін штрихтарды төменнен қатты баспаймыз, тек жоғары бөліктерін, өңдерін айқындай береміз. Сонда бұл жерде сәл ғана жарық, көмескі жарық ретінде рефлекстің, шағылыстың орны қалу керек. Сондай-ақ ең жарық нүкте биіктерді тағы бір мәрте айқындап белгілейміз. Мына шынаяқтың ернеуінде көрініп болады биіктерді. Натюрмортты қарай отырып, мата жиырықтарының спекуленттерін және матаның, тік қабырғадағы матаның, ашық матаның қоңыр өңді матаға түскен көлеңкесін, матаның негізгі өңдерін, қаттылығы Т3, Т4 деген қарындашпен штрихтаймыз. Және құмыраның шынаяқтың ішкі ернеуіндегі эллипстің ішінде көлеңкелерін көрсетуге болады. Және жарыққа қарсы мына бір бөлікте көлеңкесін көрсетеміз тағы да. Ернеулердің жұмсақтығы 2М, 3М деген қарындаштармен негізгі штрихтарды айқындап көрсетуге болады. Тек жылт жерді қалдыра отырып. Табандарын айқындаймыз, қатты өңдерді, жуаныңды, пияздың табандарын, қанық нүктелерді, қанық өңдерді көрсетеміз. Және сондай-ақ құмыраның табан эллипстерінің штрихтарын қаттырақ басамыз. Және бұл ретте жарықтың түсу тәуелділігіне байланысты әрбір затты шығару үшін алдыға табандарын қанық өңдерге ие болу керек. Сонымен қатар алдыңғы план, алдыңғы жоспардың матаның бөлінген қиылыстарын қаттырақ жұмсақ қарындаштармен тағы бір мәрте басып өтеміз. Салыстыра отырып, біздің натюрмортымызда тік қабырғамен көлденең жазықтық және алдыңғы қырларының жүйелі айқындалуы сезілуі керек. Яғни жалпы жарықтың мол жарық көлемі бізге ашық матамен мына көлденең жазықтыққа түсу керек. Сондықтан көлденең жазықтық тік жазықтықпен алдыңғы қырларынан қарағанда сәл болса да өңі ашық болу керек. Соны міндетті түрде ескеруіміз керек. Натюрморттың жарық көлеңкесін айқындап көрсетіп штрихтай келе, бүгінгі сабақта біздер заттардың реңдік қатынастарын көрсеттік. Яғни жарық, жартылай жарық, меншікті көлеңке, түзу көлеңке және заттың бір-біріне түскен шағылыс бөлігін айқындадық. Сонымен қатар негізгі жарықтың бөлігі
заттардың, яғни натюрморттың көлденең жазықтық бөлігін анықтадық. Яғни көлденең жазықтық ашық өңге ие болады, тік қабырғалар өңдері айқын болып келеді. Сонымен қатар заттардың орналасуындағы штрихтардың әрбір реңдерін анықтап, келесі кезеңге өтуді, яғни келесі кезең біздерде аяқтау кезеңіне жұмысты жалғастырамыз. Кей жерлерде заттардың ұсақ бөліктерін штрихтай отырып, ұсақ жерлерде жазамыз. Ернеулерін ұсақ бөліктерді штрихтауға болады. Бүгінгі сабаққа тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.